осы биыл 25-те забастовка азайды. Жоқ деуге де болады негізі Маңғыстаудың жерінде. Но бірақ шүкір қазір әйтеуір басшылар инвестиция құйып жатыр, инвесторлар тартып жатыр да. Облыс әкімі де орынбасары Орал Асхат дегенде, мысалы міне біздер дейтін Қошқар атаға осындай цементировать етейік деп жатыр. Сондықтан біз жаман жағын қарамай, жақсы жағына да қарай көңіл бөлуіміз керек та. Қарап отырып, әкім неге істемей жатыр, басшы неге істемей жатыр деп қарап отырмын. Өзім жағымнан қандай үлесімді қосамын, мен не істей аламын, мен қандай болу керек осы жұмыс. Мен тарапынан дұрыс жүруге деген сұрақ қойып, өзімізге сол жауапкершілікпен қарайтын болсақ, әлде қайда дұрыс нөмір болады. Не үшін шығарды заңды? Яғни сол заңмен жұмыс жасауымыз керек, сол заңды жұмыс жасатуымыз керек. Біз талап етуіміз керек. Талап ете тұрып сол заңмен жүретін болып жатырсақ, онда бізде тәртіп бар ғой. Бір мекемелерде 5 кәсіподақ бар, емін-еркін жұмыс жасап отыр. Енді бір мекемеге бар. Сондай бар. Сонда солардың арасында негізі конкуренция бар. Кәдімгі бизнес болып кетті ме? Негізі мен байқағаным өзінде, жаңа өзінде маған айтқан адамдар айтқан бойынша 4 кәсіподақ бар. Ол рас па? Рас. Сонда по-моему, екеу шығар. Екеу. Кезінде Ажип дейтін мекемеде мен жасадым. Сол уақытта техника безопасностьпен берген талаптарына біз қарсы болдық. Ол мынаумен жұмыс жасау мүмкін емес қой деп. Но бірақ соған қалай да олар талап етіп бізді үйреткеннен кейін біз сол техника безопасностьтың біздің өмірімізге керек екен, мекемеге керек екен, және жұмыстың жақсы жүруіне керек екен артынан түсіндік. Соған біз бағынып, соны ары қарай жасағаннан кейін де. Бірақ басында келіскен жоқпыз. Сол сықылда біздер қазір көп нәрсеге үйренуіміз керек. Неге сол мекеменің өзі шешпейді деген сұрақ бар да. Сол мекеменің өзі, сол әкімдікке жібермей өзі неге шешпейді соны? Соның ішінде табыс тауып отқан басшылар бар ғой. Оның орындаушы басшылар да бар ғой. Неге солар шешпейді? Неге біз әкімдікке келеміз сол жерге? Өкілдер жүріп екі жағыменен де сөйлесіп, соның дұрыс пен бұрысының арасында шешу жағында жұмыс жасалып жатқаннан кейін бар, қозғалыс бар деп айтамын да. Спонтанно көтеріліп кететін мүмкіндік көп жерде бар. Амин аға, Нұрбек, қазіргі таңда осы биыл 25-те забастовка азайды. Жоқ деуге де болады негізі Маңғыстаудың жерінде. Оның не себебі бар? Неге? Оны билік бетпен қарады ма халыққа? Әлеуметтік жағдай жасап жатыр ма? Не болды? Не себеп? Билік қорқа бастады ма? Қорқа бастады деп айта алмаймын. Маңғыстауда енді өздеріңізге белгілі қай жерлерде де спонтанно көтеріліп кететін мүмкіндік көп жерде бар. Себеп оны осы жердегі басқару орнындағы басшылардың әрбір мекемедегі соның құрамындағы олардың өзінің тікелей бағынышты жұмысшыларының арасынан болатын мәселелер болады. Оны бірақ біз білмейміз қай жағынан не заттан қозғалатын. Но бірақ бізде қазір келісім мәселелері жүріп жатыр. Себебі өкіметтен өкілдері келіп, соларменен әр мекемелердегі болып жатқан түсінбеушіліктердің соның өздерінің өкілдері келіп өздері хабарласады. Өздері оны ескертіп, сол мәселелер бойынша келісімдер жүреді. Содан ары қарай сол бағытта жайлап қозғалып жатыр. Енді бәрі жақсы болып кетті деп айта алмаймын. Бірақ енді ол шешілу мәселелерін әр істің өзінің күрделілігіне қарайды. Соған қарай енді жұмыстар жасалып жатыр, сөйлесіліп жатыр. Соған қарай енді түсініктер жүріп жатыр да бәрінде. Сабырлықпен күтуі бар, оны өзінің күрделілігіне қарай. Оның шешілу мәселесі бар дегендей. Сондықтан оның бәрі осындай процестердің арқасында жүріп жатыр. Бұрындары акиматқа кіре алмаймыз, жазған арыздарымыз ешкім қарамайды. Жұмысшылардың тарапынан кеткен. Сол мәселелер ешкімге қаралмайды, шешілмегеннен кейін барып, сол өздерінің уәждерін жеткізу үшін жұмысшылар ол тараптан ешқандай бір шешім қорытынды болмағаннан кейін барып, шешім болғанның өзінде де, жауап болғанның өзінде де, қисық болғаннан кейін, заңды тұрғыдан да қисық болғаннан кейін, орындалмағаннан кейін жұмысшылар оны шығып талап қойып жататындары рас. Енді қазір сол мәселелердің арасында өкілдер жүріп екі жағыменен де сөйлесіп, соның дұрыс пен бұрысының арасында шешу жағында жұмыс жасалып жатқаннан кейін бар, қозғалыс бар деп айтамын да. Соған қарай күтіп отырған шығар деймін да жұмысшылар. Не болады, шешіледі, қашан шешіледі, түйіп дегендей мәселелермен де. Атақ жаңағыдай бұрынғы кез болатын болса, онда әзірде де бола береді. Оның кезінде осы адамдар айтып отыр да, кезінде акиматқа келеді, акимат алдында. Аким болсын, кім болсын, олар басшылар, облыстың басшылары қашып, черный ходпен ажағына қашып кетеді. Сондай болды ма не? Енді мен шынымды айтайын, өз тарапымнан олардың қашып бара жатқанын, черный ходтан шығып бара жатқанын көзіммен көрген жоқпын. Но бірақ олармен кездесу мүмкін емес еді. Есіктің алдында айқайлап кетеді.
жұмысшылар болсын, жаңағы белсенділер болсын, Мгм. келеді жаңағы талаптарын жеткізе алмағаннан кейін барып сол әкімнің есігінің алдында не болмаса басқа да бір нелерде сол прокуратурада ма сөйтіп айқайлап тұрғандарын мысалы фейсбуктан бәріміз де куәміз да оны көруге. Ешкім қабылдамайды, ешкім олардың уәждерін тыңдамайды. Сосын енді ол айқайламағанда не істейді енді олар? Олардікі дұрыс емес деп айтайын десең, олар сол халықтың мұң мұқтажын жеткізіп келіп отыр да. Сол жердегі болып жатқан мәселені көріп келіп отыр. Соны жөндеуге осылар құзыретті екен, осылар шешіп береді екен деген ниетпен келіп отыр да. Шешіп беретін басшылардың жаңағы айтқаны қашып жүр демей қалай айтамыз? Олар шықпайтын болып жатса, кездеспейтін болып жатса, қашпаған немене. Ең болмағанда біреу шығып, бір өкіл шығып, күтіре тұрыңыз, жарты сағат, бір сағат кездесу болады деп айтып кетсе, ондай да жоқ, есігінің алдында айқайлап кеткесін жерде кім жаман? Белсенділер жаман, жұмысшылар жаман. Сондықтан әуелден осындай бір мына ортада бір шешуші бір мәселелер болған уақытта, келісім мәселелері, онда уже адамда күту деген мәселе болатын. Осы жақында аким облысы Келбай мырза. Иә. Осы жақында күндіз 2-ден бастап таңғы 7-ге шейін адамдар қабылдайды деді. Иә. Иә, оны мен фейсбуктан қарап, кеп өткенде есіктің алдына ұстап алып, сол сұрақ қойдым. Иә, болды дейді. Негізі мен айтамын да сол кезде Қазақстанда көрсеңдерші, қай жерде қай әкім өйстіп қабылдайды. Олар бүйтеді, есеп кездесу дейді де, 2-3 сағат өткізеді де, бәр жерде бүткіл Қазақстанда. Иә дейді да, болды мен істедім, болды видеоға түсіреді, инстаграмға салады, болды сонымен бітті. Енді мен өткенде журналистермен сөйлескен кезде олар да сұрайды, біліп берші, Маңғыстауда неге халық биыл забастовкаға шықпады. Негізі не десеңіз де, Қазақстанда бәрі қарап отыр Маңғыстауға. Не болып жатыр? Қалай болып жатыр? Енді әкіммен сөйлескеннен кейін кішкене келдім, көрдім, көзім ақырындап жетіп жатыр. Енді сіз айтып отырсыз, масы бар. Иә. Өзгерістің масы бар. Әлі көп жұмыс. Иә, бірақ ол негізі процесс қой, ол цель емес процесс, ұзақ процесс. Халық шыққан ең мәселе мен ойлаймын, ол жемқорлық. Екіншіден ұрлық, үшіншіден халықты тыңдамау. Қазір любой әкім облысына барып көріңізші, ешқай жерде Қазақстанда кіре алмайсыңдар. Ол жарайды, ол бөлек мәселе. Енді мен қазіргі таңда мен білемін, сіздер қазір халықпен көп жұмыс істейсіз. Профсоюз ашып, қолдап, ол жұмысты айтып беріңізші, не болады, қалай болады? Бір, екіншіден, оның қаржысы жетіп жатыр ма соған, сол жұмыстарға? Не үшін? Неге керек? Енді кәсіподақта деген қазір өзіміздің мына басқарып жатқан кәсіподақта салалық кәсіподақ құрамындағы мекемелерменен сол жұмысшылардың шешілу керек мәселелермен жұмыс жасаймыз. Енді олардың шешілу керек болғанда тек бәрінің түп сұрағандары емес, соның бәрі дұрыс па, бұрыс па, ол зерттеледі. Орынды ма қойып жатқан сұрақ, а то бәрімізде қателік көп қой. Маған анау керек, маған мынау керек дегендей. Сондықтан соның бәрін дұрыстығыменен зерделеп келіп, сосын сонымен ары қарай сол жұмыс жасалады. Енді бірақ кәсіподақта өкінішке орай қазір біздерде қиыншылықтар көп. Ол мекемелер қазір мойындамайды кәсіподақтарды. Именно біздің тараптағы кәсіподақтарды, салалық кәсіподақты. Ал мекемеге барсаң, бір мекемелерге біздің кәсіподағымыз қарсы болып отыр деп бәрі қашады. Ал енді біздің кәсіподақтар солай жұмыс жасайтын болып жатса, жоқ, ондайды айтпайды. Біздікі білмеймін, басқаша бір көрсетеді. Но енді қарайтын болып жатсақ, оның бәрі де ар жағында өздерінің бір жүйелі жоспарлары бар шығар, мен білмеймін. Бірақ кәсіподақтағы негізгі шаруа жаңа жылда подарка беріп, доп ойнағанда қолына доп береді мекеме емес. Кәсіподақ жұмысшылардың әлеуметтік, экономикалық барлық нелердің жағдайын қарайтын мекеме. Ол енді сол мекемеменен жұмысшыларды сауаттандыруға жұмыстанамыз. Біздің салалық кәсіподақта. Сауаттану арқылы ол жұмысшылар ертеңгі күні жұмыс орнында сол басшыларменен жұмыс жасайтын жұмысшылар. Сол басшыларменен арасындағы компромисс болу керек. Яғни жаңды білетін жұмысшы ертеңгі күні сол басшымен сөйлескен уақытта басшының берген жауабыменен оның талап етіп отқан жұмыстарындағы нәрселердің дұрыс пен бұрысын айырып білетіндей болу керек. Ал біз қазір мынау айқайлап жүрген жұмысшы, бұл үндемей тұра берсін, мынау айқайлайды деп ұстап жүре беретін болсақ, басқа да жұмысшылардың бәрін үйретпеймін айқайлауға. Ал егер де ол білімді болатын болса, ол жұмысшылар ары қарай жан жағында сол білімділікке үйретіп, сол өзінің жұмыстарында заңменен талап етіп жүруге үйретпей ма? Енді біздің басшының логикасы мен жұмысшының логикасын алатын болып жатсақ, екеуі екі түрлі, иә. Себебі екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Сонда бір-бірімен қалай түсінеді?
түсінетін единственный біздегі заң. Заңды екеуміз де білетін болсақ, басшы тарапынан да, жұмыс тарапынан да солменен бәрін бірге жүретін болып жатсақ, онда бізде сал отырған жолымыз бар. Сол жолменен бірге жүреміз, түсінсеміз. Өкінішке орай, екі ортада ортақ болу керек. иә, ортақ. Өкінішке орай біздің басшыларымыз ол заңды қабылдағысы келмейді. Ол заңменен жүргісі келмейді. Олардың өздерінің көздегендері бар. Мекемелердің басшылары. Иә. Басшылар да, соның құрамындағы басшылар да бәрі. Сондықтан жұмысшылар қазір заң талап етіп сұраған уақыттарда мыналар заң қой деп айтады. Мысалы, менің кезінде кәсіподақ төрағасы болдым, ОКК дейтін мекеме. Содан шыққан жұмысшылар әлі қазір қаңғып жүр. Еш жерге жұмысқа алмайды көпшілігін. Бірақ сол жұмысшылар қазір осы мекемелерде болатын болып жатса, ол мекемеге де, ол жұмысшыларға да көп пайдасы тиер еді. Олар дұрыс пен бұрысты айтып берер еді. Жоқ, бұнымыз заңсыз болады. Мұндай заңда жоқ дегендей. Себеп неге? Себеп кәсіподақтан түсетін қаржыға, жұмысшылардан түсетін қаржы бар ғой, 1% жарна. Содан жұмысшыларды оқытамыз да. Өздерінің жарнасына өздерін оқытамыз. Жинап көбейгеннен кейін сосын оқытуға тырысамыз. Қалай өзімізде сол ақшаны жинай аламыз. Заңгерлерді шақырып. Иә, әрине, сол жағы тренерлерін шақырып, қазақ тілді ұстауға үйретіп ары қарай жалғастыратын. Енді сол арқылы жұмысшыларды сөйтіп дайындап беруге тырысамыз. Өкінішке орай басшылар бізді тыңдап жатқан басшылар жоқ. Және бұлардың бәрін заң қой, тағы да басқа деген сияқты олар кішкене итеріп нетіп отырады. Оларды бір қалай айтуға болады, бір көтеріліс ұйымдастырып жатқандай бір сондай қылып көрсетеді. Мыналар сондай адамдар дегендей. Бірақ егер де олар да өзі заңды түсініп, солармен бірге келісіп болсын солай жасауға жұмыстанатын болып жатса, мекемеге дымда болмайды. Мекеме көркеймесе, одан минусқа түспейді. Иә. Кезінде ана Ажип дейтін мекемеде мен жасадым. Сол уақытта ана техника безопасностьпен берген талаптарына біз қарсы болдық. О, мынаумен жұмыс жасау мүмкін емес қой деп. Но бірақ соған қалай да олар талап етіп бізді үйреткеннен кейін, біз сол техника безопасностьтың біздің өмірімізге керек екенін, мекемеге керек екенін, және жұмыстың жақсы жүруіне керек екенін артынан түсіндік. Соған біз бағынып, соны ары қарай жасағаннан кейін де. Бірақ басында келіскен жоқпыз. Сол сықылды біздер қазір көп нәрсеге үйренуіміз керек. Үйрену үшін мына жұмысшыларды оқыту керек. Кәсіподақтарды мысалы, мекемеден де оқыту керек, кәсіподақтан да оқыту керек. Және ол жұмысшыларға жан-жақты көрсету керек. Тек қана осы Ақтаудан оқыту емес. Алматыдан, Астанадан, тағы Қазақстанның барлық қалаларынан оқыту керек, апарып. Ол жұмысшылар қазіргі заман белгілі, жағдай белгілі. Мысалы қарағанда, олар үйінен шығып жұмысқа келді, жұмыстан шығып үйіне барды. Қазіргі тірлікпенен, қазіргі жағдайменен бәрінде уақыты жоқ. Ал егер де жұмысшылар жан-жақты көретін болып жатса, басқа қалаларды көретін болып жатса, кішкене бір болмаса мына осы жердегі мысалы осындай орындарды көретін болып жатса, оларда адамға бір талпыныс өзгереді. Талпыныс болу арқылы ары қарай уже түсінеді, мына не үшін бұлай жүріп жатқанын деп. Сондықтан бізде жан-жақты қарауымыз керек. Ал кәсіподақтың ақшасыменен ол бәрін оқытып нету мүмкін емес. Еміне біздің кәсіподақта. Себебі көп мекеме кәсіподақтың жарнасын төлемей отыр. Қаржы болған ол үлкен емес, кішкентай ақша. Бірақ соны жинақтап отырып, барынша соны жинақтап отырып, сосын ары қарай оқытуға жұмыстанамыз деп отырмын ғой. Но бірақ онымен көп жұмысшыларды оқыта алмаймыз. Сол үйренген жұмысшылар ішіндегі жұмысшыларға түсіндіріп ары қарай тарап нететін болса, дұрыс пен бұрыс үйрететін болса бір-біріне, онда түсіністік болады. Ал енді қазір заңды үйрен деп айтуға жұмысшыларға біз заңменен бекітіп қойған мысалы, заңды білмеген жауапкершіліктен құтқарылмайды деген дейді. Бірақ заңды қай уақытта оқиды ол? Оны оқитын уақыты жоқ. Уақыты жоқ. Ана бала шағасын тәрбиелей ме, үй тірлігімен жұмыстана ма, жұмысты жасай ма. Сондықтан осындайларды біз үйретіп жүретін болып жатсақ, ол үшін мына мекемелер осы кәсіподаққа ақшасын төлейтін болып жатса, жарналарын, мен артық ақша сұрап отқан жоқпын. Сол жарналарын жұмысшылардың төлеп, сол жағы присоединениеге жасап қосып, коллективный договорға. А бір мекемелерде 5 кәсіподақ бар, емін-еркін жұмыс жасап отыр. А енді бір мекемеге бар. Сондай бар ма? Бар. Ал енді бір мекемеге екінші кәсіподақ барып кірейін десе қабылдамайды. Неге? Именно осы опыртекті қабылдамайды. Не мақсатта? Себебі бұлардың жұмысшылары заңдылықты үйреніп отырып, сол жерге барғанда заңдылықты талап етеді. Аналар өз мәселесін шешеді. Иә. А басшылар ол заңдылықпен емес, себебі өздерінің шаруасымен жұмыстанады, тірлігімен. Заңдылықтан қашады. Сондықтан коррупция сосын осы жерде басталады. Сонда негізі мен байқағаным өзінде, жаңа өзінде маған айтқан адамдар айтқан бойынша 4 кәсіподақ бар. Ол рас па? Рас. Сонда қалай ол? Bir nedir? Türkçe. Заң солай істеп қойды. Сосын кейін неде? Майықта дейді. Майықта екеу ма, үшеу ма кәсіпорын? Ол қалай? Bir мекемеде. По-моему, майықта екеу шығар. Екеу, иә? Екіншісін қабылдамайды ғой. Заңда ешқандай шектеу жоқ, әрбір жұмысшының өзінің құқығы кәсіподақ құру мәселесі.
бұл мәселе жұмысшылардың конституциялық құқығы болғаннан кейін өзінің еңбек құқықтарын қорғау ұйымдасып сондай құқығы беріп қойғаннан кейін ол жерде кәсіподақ санында шектеу жоқ. Әрбір жұмысшылар өздері бірігіп өздерінің құқықтарын қорғауға құқылары бар да. Сол себептен осындай нәрсе. Бірақ енді бөлінген бөрі жетеді ғой. Негізі бір кәсіподақ болып ауыл біріншіліктері болатын болса, ол жерде мәселе тағы да басқаша болады да. Сол үшін ол жерде енді ұйымшылдық мәселесі ғой. Жұмысшылардың ауыл біріншілігі деген сияқты мәселе соған да байланысты болады да. Түгел болса төбедегі келеді, ала болса ауызға кетеді дегендей мәселе ол жерде де бар. Бұл жерде енді жұмысшылардың өздерінің қарым-қатынастарына байланысты кәсіподақ санында да соншалықты болып тұр да. Содан сонда солардың арасында негізі конкуренция ғой. Кәдімгі бизнес болып кетті ме? Мүмкін әркімнің әрбір топтың өзінің көзқарастары бар да. Кәсіподақтың болуы да. Ол кәсіподақ негізгі мақсаты жұмысшылардың еңбек құқықтарын қорғау ғой. Еңбек жағдайларын жасап қадағалау. Ол көп болудың бірде-бір мақсаты мүмкін ол кәсіподақты басқарып отырған адамдардың ұстанымдары келіспейтін болып тұр ұстанымдарына да. Немесе өздерінің ойлағандары бар да, мысалы кәсіподақтың ұйымды пайдаланып әрекет жасайтын іс-әрекеттеріне байланысты да. Сол себептен кәсіподақтың көпшілік болуы да. Ал негізі бір мекеде бір кәсіподақтың өзі де жеткілікті жұмыспен конструктивный диалог жасап, сол жердегі жалпылама жұмысшыларға жағдай жасау мәселесі. Мен түсінгенім бойынша негізі кәсіподақ не істеу керек? Ол ортақ болу керек. Мына жақта басшылар, мына жақта жұмысшылар. Екі ортада ол отырып шешу керек мәселелер. Жұмысшылар мен жұмыс беруші арасында көпір ғой. Себебі мысалы мен өткенде Өзенмұнайгаз басшысы Жамбыл кездестім. Сол кезде айтамын, мына жерде анандай мекеме былай болады, не болады. Ол маған түсіндіріп отыр. Бізде келісім бар дейді профсоюздармен. Егер жұмысшы мысалы жұмыс істемесе, бір рет так жасайды, екінші рет, үшінші рет, үшіншіден кейін уже жұмыстан шығарады. Онда келісім бар дейді. Ну, негізі дұрыс, потому что мен байқап қалдым, осы өткенде өзенде жүрген кезде, көшеде бір кездесіп, әңгімеден әңгіме шығып, маған бүйтіп айтады. Мен сұраймын ғой, Өзенмұнайгаз істейсіз бе, я дейді, неге бара жатсыз ба? Жұмысқа, я менде түнгі смен дейді. Жарайды. Түнгі сменіңіз қанша? Қазір есімде жоқ, 6 сағат деді ме, 8 сағат деді. Сосын кейін әңгімеден әңгіме шығып, бізде негізі ортамызда таныстар болды. Сондықтан айтады, түсіндіріп, мен ет қойдым, қоямын, қазір ет жейік, онда қашан айтады. Жарайды, мен сонда мен сұрамаймын ба? Жұмысқа баратсыз ғой? Қалай үйіңіз бар? Или сіз жұмыстан маған сол кезде бүйтіп айтты. Қазір мен барамын, 2 сағатта жұмысымды бітіремін де үйге келемін. Жоқ, енді 6 сағат істейсіз ғой, 8 сағат сменіңіз бар ғой. Ал мен айтайын, мен барамын да, маған қойған жұмысты барып тез істеймін де үйге барып жатамын дейді. Егер саған төлеп отырса ақша, сен барып өз жұмысыңды істеуің керексің ғой. 6 сағат, 8 па сағат, 8 сағат. Ал ол еще кәдімгідей өз-өзіне сеніп отыр, менің шынымды, менің растым. Мен мысалы онымен келіспеймін. Бұл жерде мынандай мәселе бар да, еңбек кодексінде қарастырылған екі түрлі жалақы төлеу режимі бар да. Біреу сағатпен төлейді, біреу келісіммен төлейді да. Ол жұмысшылардың еңбек шартын қарау керек та, жұмыс берушінің қандай шартта отыр. Егер де олар сағатпен қаралған болса, ол сол сағаттың ішінде мекемеде болып, сол жерде жұмыс бар ма жоқ па мекемеде болады. Егер жұмыс болса, сол уақытта жұмысын жасайды, жоқ болса жұмысын күтіп отырады. Сол уақыттың ішінде. Егер де объемға жасайтын болса, келісім бойынша, онда олар кесілген сол күнге жұмыс беріледі, сол объемды бітіреді да. Сол үшін ол шарттарын қарау керек та, қалай келісіп отырғанын да. Егер де ол сағаттық болатын болса, әрине дұрыс емес. Бірақ егер де объем жасап отырса, онда ол дұрыс болады. Иә, ол айтады, бүгінге мысалға осындай объем болады, соны бітіріп қойсаң. Мен түсінген бойынша сағат, ол не үшін смен жасалған? Иә, әрине, егер де болса, сол мекеме ол круглосутки істеу керек. Дұрыс па? Непрерывно. Сіз бірінші смен істейсіз, екінші смен істейсіз, үшінші смен істейсіз. Непрерывно процесс болу керек. Сондықтан ол сол жерден кетпеу керек. Ертең бірден келіп қалса, ертең мұнайдың өндіріс тоқтап қалса. Әрине. Егер де олай болатын болса, сонда не болады? жұмыс орнында болу керек. Ертең елде өндіріс мұнайдың и так түсіп жатыр да. Бәріміз білеміз ғой. Қазір жұмысқа жұмысшылар шықпай қалса түнгі сменге, мұнай тоқтап қалса өндірісін. Ертең мекемеде ақша болмайды. Бірақ айлығын бер дейді. Кішкене білмеймін. Мен ойлаймын. Енді әрбір адам өзінің жұмысына жаңағындай көзбен қарап
адал табыс табу керек қой былай айтқанда. Иә, ол жұмыс беруші болсын, жұмысшы болсын, екі жақтан да кез келген шарт бойынша жасалу керек та. Енді қай тарап өзінің шартын бұзады, енді әркім өз жауап береді да ол жерде. Бұл жерде енді басшылық тараптан да мүмкін бақылау шамалы шығар мысалға да. Или араларда бір келісім бар шығар, онда анықтау керек та. Не себептен ана жұмысшының іс-әрекеті андай әрекетке әкеліп тұрғанын. Иә, ол сосын кейін осы өткенде былтыр ма алдыңғы жыл ма Мырзағалиев мырза Мағзұм қазмұнайгаз басшысын алып тастаған кезде сенат мырза болды. Енді ол келгеннен кейін өзгеріс кішкене басталды. Сосын өзендегі жігіттер өздері айтады, Өзенмұнайгазға ешқашан да Қазмұнайгаздың басшысы келіп жұмысшылармен кездесу өткізген жоқ. Сенат келді дейді. Бір екіншіден меніңше өзгерістер, мен рас емеспін, маған айтып беріңіз. Мен өз көзқарасым ғой, рас емес. Себебі Қасенов келгеннен кейін өзгерістер басталды ма? Мен басталды деп ойлаймын. Бар деп басы. Бірақ тек қана басы. Негізі ол үлкен процесс болды, бағана айтып. Сіз қалай қарайсыз? Қалай ойлайсыз? Бар ма жоқ па? Негізі бір, екіншіден, негізі мен өте қатты таңғалдым. Сол Мырзағалиевтің Мағзұм бір күні алып каким-то образом президент көмекшісі болады. Мұнай несінде өндіріс мәселесі. Сонда ол Қазмұнайгаз басшысы болған мәселе шешілген жоқ. Забастовка қайта болды. Болды ма? Болды. Әлеуметтік шешілмеді жұмысшылардың жағдайы. Енді Қасенов кішкене вроде басталған сияқты, бірақ каким образом сол жаққа қарай жоғары не болды, оны бір Алла біледі. Әрине. Қазір өсектей береміз. Бірақ өте таңғалдым. Вообще Қасенов мырза танисыз ба? Қандай өзі? Несі бар? Жалпы иә, кездескеніміз бар, иә, көргеніміз бар. Жалпылама енді ол жерде жауапкершілік қой, былай айтқанда жұмыс берушінің істеп жатқан өзінің істеп жатқан ісінің алдында жауапкершілігі да, сосын жұмысшыларына деген көзқарасы да. Мысалға Мырзағалиевтің кезінде бір дау туындаған кезде ол басшы ретінде өз-өзімен келіп, мынау неге шиеленісіп шешілмей жатыр деп келуге аяқ баспас шыны керек та. Келіп өзі көзімен көріп кетіп, неге мынау соншама шешілмей жатқан дау, мына жерде не мәселе бар деп қарауға да бір аяғын баспағанын шыны керек та. Сол себептен бір үлкен даулар да болды, бітпес мәселелер де болды шешілмей жатқанда. Тек жергілікті берген ақпаратпен жоғарғы ақпаратты жеткізіп отырды. Барша естіп отырған ақпарат бойынша. Ал мына енді Қасенов мырзаның жұмыс істеу тактикасы ол шешілмей жатқан мәселе болсын болмасын өз бәрін қадағалап жүр. Өз бәрі басшы ретінде ақпарат келсе де сол ақпаратты да көзін жеткізіп кетуге, сол мәселенің шын ма рас ма дегендей, өйткені көп мәселелер болды. Я регион деген бізде шыны керек тек мана өзіңіз айтқандай ақпарат бере салады, өткіздік, жасадық деген сияқты. Сол действительно жасалып жатқан жоқ па екен деп өз бәрін қадағалап, көзқарасы ерекше шыны керек. Сол себептен мүмкін бұрынғы басшыларға қарағанда қазіргі келген басшы Қазмұнайгаздың істеп жатқан ісі ерекше болып жатқан содан шығар. Өзінің жаңағындай жауапкершілікпен қарап мәселелердің шешілуіне атсалысуына ниеттеніп істегеннен болар. Өйткені көп жерлерде көріп отырып, бірінші рет келіп кетті Маңғыстау өңіріне. Қандай мәселе болмасын бәріне араласып, мәселелерді өзінің контролін жасап, қадағалап отқанын жалпылама көзім жетіп отыр. Сол себепті әлде де өзгерістер болады деп ойлаймын, өйткені мекеме ол кішкентай мекеме емес. Үміттену керек. Әрине, өйткені ол жерде басшының да әрбір басшының стилі болады да жұмыс жасауда. Бұрынғы басшыларға қарағанда ол басшының іс-әрекеті деген өте ерекше. Үмітіміз бар, Қазмұнайгаз деген жаңа деңгейге шығып, жаңа бір өзгерістер болады деген. Мана айта кеткендей, мына жерде тек қана біліктілікте емес, жауапкершілікте де бар да. Келіп істеп жатқан істі жауапкершілікпен қарап, өз көзімен көріп, мәселенің бәріне шешілмей жатқан мәселелер болса болды, белсенді араласып, мәселені шешуіне тырысып, не себептен шешілмей жатқанына қарап дегендей, тек бір ғана берген жауапқа қанағат болып, жоғарыға отчет беріп отыру деген бөлек мәселе ғой, шыны керек. Қазір енді детальдарға кірмей ақ қояйық, детальға кіретін болсақ, мәселе көп болып жатыр. Жалпылама енді істеп жатқан ісіне
қанағаттанарлықтай деп айтуға болады. Сол себептен біз өзім енді сенімдім шынымен де бір осы бір направлениеде бір өзгерістер болады дегенді. Енді оны бір Алла біледі, қалай болатын, не болатынын. Бізден әрекет, Алладан берекет демекші. Бастысы біз әрекет жасауды, тура жол, тура істеге тура қарау болып жатқан мәселелерге. Соны бір екі жаққа да арбада сынбайтындай, өгізде өлмейтіндей қылып мәселені шешу мақсаты. Ол біріншіден менің проблем, ол біріншіден ол айтамын, қазақ сөзі бар ғой, адам үмітсіз шайтан деп. Соны үміттену керек. Екіншіден ең маңызды ол әрекет істеу керек. Өзгеріс өзімен өзі жүрмейді. Мен айтамын, әркімнің екі жағы бар ғой, жақсы жағы бар, жаман жағы бар. Өткенде өзінде бір қызық әңгіме болды менде бір жұмысшымен. Бір машинеде шофер бала келе жатырмыз. Өзім мұнайшы екен. Әңгімеден әңгіме шығады, қай жерден сіз осыны алматыдан, мен қайдан істейсіз? Өзім мұнай газда істеймін. Сол кезде бүйтіп айтты, бізде өзгеріс жоқ. Біз көріп жатқан жоқпыз. Жарайды. Өзгеріс көрген жоқсыз, жоқ. Жарайды. Жолда қазір ремонт салып жатыр ма? Жол салынып жатыр ма? Ана жерде дача 70%-дай ремонт салды. Хорошо, қалада ремонт жолдың жүріп жатыр. Тұрғын үйлер салынып жатыр ма? Салынып жатыр. Дедім, әңгімеден әңгіме шығып, жастар сарайы қазір салынып жатыр, көрдіңіз бе деп. Көрдім, салынып жатыр. Біз мына кез көріп жатырмыз. Сіз өзгеріс жоқ дейсіз ғой. Мен былай сұрасам, сіз өзіңіз бар дейсіз. Дәл өзіңіз айтып отырсыз. Жоқ, енді негізі деп шыға келді. Сосын кейін әңгіме шығып, сосын артынан айтады. Негізі мұнайшылардың жағдайы қазір дұрыстау. Оны рас деп айтып отыр. Нақты айтып отыр. Бірақ басқа адамдар, жаңа өзіміз тұрып жатқан адамдар, кішкене мұнайға жақын емес, туған туысқандар істемейтіндер, жағдайы кішкене нашар болды. Мен сөйтіп айтпайсыздар баяғы. Жоқ, өзгеріс. Сізге қандай өзгеріс керек деп әңгімеден әңгіме шығып. Жоқ, енді мен в общем айтып отырмын деген ғой. Соны мен айтамын, адам ыңғайын табу қиын. Не десеңіз де. Біреу көк дейді, біреу жасыл дейді. Бірақ бәріміз көріп тұрмыз басқа деген. Әрине, мысалы жұмысшы бұл қазір манағы айтқан ғой, кругозорын кеңейту үшін болып жатқан істің жасалып жатқан, оның ілгері қозғалып жатқан, не болмаса оның тұрғанын, жасалмай жатқан, оны аңдып, нетіп қарау үшін оны өзін дамыту керек. Енді дамыту үшін қандай болады деп ойлайсыз? Таңертең жұмысқа шығып, жұмысына келді, күнделікті жасап жатқан жұмысы да. Оның үйренген жұмысы, неше жылдан бері соны істеп жатыр. Жұмысына келеді, жұмысын бітірді, кейін үйіне барды да. Үйіндегі үй тірлігімен жүреді. Сосын ол енді ары қарай өзінің несін дамытуға мүмкіндік болмағаннан кейін демалатыны бар, басқа бар да. Енді ол оны түсінбейді да, мысалы қарағанда. Оған қызық та емес болады кейбіреуіне. Сондықтан біз мына оқуларды ұйымдастыратын болып жатсақ, кәсіподақтан, оны кәсіподаққа мысалы қаржыландыратын болса, мысалы жасыратын жоқ мемлекет тарапынан да, ол тіпті нұр үстіне нұр болар еді. Жұмысшыларды оқытып, тренерлер шақыртып, жан-жаққа апарып көрсетіп, олар мына дамып келе жатқан жан-жақты көргеннен кейін оларда өзгешелік пайда болады. Олар түсінетін болады. Ойлау қабілеттеріне олар қосылады. Бір қалыпты нетіп қалған адам да ол сол күйінде қалады. Жасыратын жоқ, Маңғыстауға келгенде мен теңізге апарамын, басқа қайда апарамын? Мен ана Бекет атаның басына осындай нелерге апаратын шығармын да, басқа апаратын жерім жоқ менің. Но бірақ шүкір қазір әйтеуір басшылар инвестиция құйып жатыр, инвесторлар тартып жатыр да. Но бірақ оны да біз түсініп білуіміз керек қой. Инвесторлар не үшін келіп жатыр бізге? Олар Маңғыстаудың ақшасын алып кетейін деп жатыр ма Қазақстанның? Болмаса действительно бірдеме қосып халыққа пайдасы тиетін заттар жасап жатыр ма деген дейді. Енді жасап жатқан болатын болса, жасайтын болып жатырса келесіде, соған келісіп мына әкімдеріміз шақырып жатыр, ол бәрі жан-жақты. Олар да тыныш жерге келеді ғой, мына айқай шығып жатқан өлкеге келгісі келмейді. Ертең мына ақшасын ала алмай қалады мысалы да. Сондықтан бәрі де сондай бір табыс табу үшін, сондай табыс көзіне қарай келеді, жасаған еңбегіне. Енді сол жерге келгеннен кейін барып, сол өлкеде дұрыс жүрген. Енді сол келіп жатқан мекемені, соның ішінде кімдер жұмыс жасайды? Жаңағы айтқан қазіргі біздің мына бұрынғы басшылар жұмыс жасайтын болып жатса, жұмысшыларға олардың арасында тағы түсініспестік пайда болады. Олар өздіктерінен заң шығарады. Өздіктерінен өзінің логикасымен жұмыс жасайды. Сонда оны жұмысшы қабылдай ма? Сосын барып олар тағы айтады, біз инвестор құйып едік, инвестиция алып келіп едік. Мына жұмысшылар мына мекемеден айқай шығарып жатыр. Айқай неден басталады? Басшының заң білмегенінен, заңды орындамағаннан болады. Заңды білсе де заңды орындамағаннан болады. Заңды біле тұра орындамау нені көрсетеді? Ол коррупцияны көрсетіп тұрды. Яғни коррупцияға баратын басшы оны орындамайды заңды. Заңмен сөйлескісі келмейді. Біз не үшін шығарды заңды? Яғни сол заңмен жұмыс жасауымыз керек. Сол заңды жұмыс жасатуымыз керек. Біз талап етуіміз керек.
талап ете тұрып сол заңмен жүретін болып жатырсақ, онда бізде тәртіп бар ғой. Бұл кезде тәртіпті болады. Иә, менің ақылымменен, ол басшының ақылы, жұмысшының ақылыменен бәрін бір жерге теңестіре алмаймыз ғой. Әркімнің өзінің логикасы бар, әркімнің өзінің қателіксі бар. Сондықтан біз бір заңменен жүретін болып жатсақ, сол заңды дұрыстап алсақ, жұмысшының пайдасына, жұмыс берушінің пайдасына деген сияқты да. Сонда ана келіп жатқан инвестор мына жерден кеткісі келмейтін болады. А біздер осыны сыныққа сылтау қыламыз да бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр дейміз. Сондайлардың бәрі бізге салынатын болып жатса, халық үшін жасалғаннан кейін оны кез келген адам түсінеді ғой. Біздерде қандай нәрсе адам үшін жасалу керек қой. Сондықтан біз жаман жағын қарамай, жақсы жағына да қарай көңіл бөлуіміз керек та. Бәр заты жаман дей бергеннен соңында бір арасына барып көріп жақсы ма жаман ба көзім жеткізіп, содан кейін барып соны қабылдауымыз керек та. Сондықтан біз айтатынымыз дұрыс бағытқа қарай елдің көшімен бірге жүргіміз келетін болып жатса, бәріміз бірдей жаңа айтып отқан заңды орындатуымыз керек, заңменен жүруіміз керек, заңды бәрі де орындауға міндетті қылу керек. Ал енді жаңа айтып отқан тек бір жақты тыңдай беретін болып жатсақ, жұмысшы жаман болады. Жұмысшыны тыңдайтын болсақ, басшылар жаман болады. Сондықтан екі жақтың да мәселесін шешу үшін тек қана бізге қазір қалып тұрған заңды орындату керек болады. Заңды орындайтын органдар сол заңдың жүруіне талап ететіндей және соны орындататындай болу керек та. Бізде қазір жоғарыға жазған арыздарымыз өзімізге қайтып келіп жатады. Министр трудаға жазсақ, мына жердегі бізге жауап беріп отырған алдындағы инспекция, сол министрлікке бағынатын, сол арқылы бізге қайтып келіп, сол жауапты қайтып беріп жатады. Сонда қалай біз ілгері қарай жүреміз? Олар мыналарға орындауға да жіберіп жатыр. Бұлар сол өзінікін қайта беріп жатыр жауап. Мыналар сол баяғы айтып отқанда мына жаққа жауап беріп жатыр. Оларды кім итермелеп отқан? Яғни бір күш бар ғой. Сол күшпен жұмыс жасау керек мақсат. Мақсат сол күшпен жұмыс жасау керек. Елдігімізді жөндегіміз келе ме? Яғни сол мәселелерге айналысуымыз керек. Қазір жұмысшылар жұмыс жоқ деп бәрі айқайлап әр жерде жүр. Неге? Осының бәрі осындайлардан. Кезінде болып тұрған жұмыстар қазір қайда кетіп қалды? Сол жұмыстарды неге реттеп, заңдылыққа бәрін, ережелерін бәрін дұрыстап, соны жасайтын болып жатса, заңға сәйкес қылатын болып жатса, неге жүрмеске? Біздерде жұмыс жоқ адамды елестетіп қараңыз, мен оның басымнан өткен адам, білемін. Жұмыс жоқ адам, ешкімге қажеті жоқ адам. Семьясына да. Сол датао сондай болғаннан кейін өзін адам солай санайды, мен бала шағама да керек емес, мен себебі табыс тауып жатқан жоқпын деп та. Мен ер азамат едім, мен табыс тауып жатқан жоқ, мен болмағанда семьяма да керек емес болып тұрмын ғой деп, өзін өзі қажап бастайды. Ана мекемеге барса есігі жабық, мына мекемеге барса қабылдамайды, мына мекемеге барса кейін итеріп қуып жібереді. Ана мекемеге барса сен баяғыда анандай болғансың. Радикал қой пайда болады. Енді, пожалуйста, сосын барып арамызда айтамыз, анау бүйтіп жүр деп. Біз бір-бірімізді тәрбиелемей ел бола алмаймыз. Бір-бірімізді тәрбиелеуіміз үшін осындай мәселелердің ішіне араласып, атсалысып кіруіміз керек. Өткенде айтып жатыр мысалы, облыс әкімі де, орынбасары Орал Асхат дегенде, мысалы міне біздер дейтін Қошқаратаға осындай цементировать етейік деп жатыр. Вот міне соны қолдаймын да. Оны жағы бір кездерде айтқан, Қошқаратаға ақша бөліп, су, сол заводтан шыққан сулар. Қазір қаланы улап жатыр осы. Топырақпен көмеміз, ішіне жасыл қыламыз, бұдан пайда жоқ, ол экология онымен бітпейді. Цементировать етіп бар, оның үстіне бірдеме жасайтын болса, онда дұрыс болар еді. Соған ақша бөлдіріп істесе, ол сол қанша жылдан бері ақша бөлініп жатыр, салып жатқан жоқ. Маекке қанша ақша бөлініп жатыр? Бірақ почему-то 80%, 85% ба маек жарамсыз болып тұрды. Оны кім жасайды? Оны неге оның ішіндегі басшылар ары қарай жеткізіп, соны ары қарай жұмыс жасауына қарай неге өркендемейді? Яғни соның ішінде өздерінің интересі барлар бар. Солар неге зерттеліп қаралмайды мысалы? Қарайтын болып жатса, оның неден екенін табамыз. Бірақ бізге олар көрсетпейді. Соның жерден ақша тауып, сол жерден өзінің жаңағы бір ойлағандарын істеп отқандар, олар өзін көрсетпейді, мен бүйтіп жатырмын деп. Оларды анықтау үшін дұрыстап арасына кіру керек болады. Оны жұмысшылар айтады. Жұмысшылар профсоюзына жеткізеді. Профсоюздің әңгімесін ортаға қоятын болсақ, бізді тыңдағысы келмейді. Не болмаса басқалай болады. Оларда да жұмыс жасалып жатыр, бірақ қозғалыс әлі кішкене жай. Бәрін жамандап нетіп жатқан емес, оның бәрін жүргізу үшін әлі процестер керек, келісімдер керек. Сол бойынша қазір отырыстар басталып жатыр. Жұмысшылардың алып барамыз, кездестіреміз әкімдікке. Солармен қабылдап жатыр. Бірақ енді әрине бізден де басқа мекеме, халықтың шаруасы көп қой. Өздерінің жиналысы бар. Біздің сұраған уақытта қабылдай қоймайды, бірақ кідіріп барып қабылдап жатады. Біз күтеміз, түсінеміз, қайтамыз. Соларды кездестіріп, сол вопростар бойынша қоямыз. Сол бойда қанағат болмай кетсек, артынан тағы кездесу сұраймыз. Қанағат болып кетсек те, тағы кездесу сұраймыз, потому что тағы да шешілетін мәселелер бар. Неге сол мекеменің өзі шешпейді деген сұрақ бар да? Сол мекеменің өзі, сол әкімдікке жібермей өзі неге шешпейді соны? Соның ішінде табыс тауып отқан басшылар бар ғой. Оның орындаушы басшылар да бар ғой. Неге солар шешпейді? Неге біз әкімдікке келеміз сол жерге?
Сонда ол басшылардың бізге қажеті бар ма? Ол мекемелердегі. Иә. Өйтетін болса бәрін де шығарып жіберейік те акиматтың өзі басқарсын. Шешіп отыр ғой, бізбен сөйлесіп жатыр, айтып жатыр. Соған келіп тұрған әңгіме. Мұғалімдерде қаншама вопростар бар. Мұғалімдерде? Әрине. Негізі Маңғыстауда қазір мен естіген бойынша мұғалімдер осы таңда негізі мен бүйтіп ойлаймын. Мысалы қазіргі әкімшілік қабылдап жатыр. Қазір осы жердегі қабылдап жатыр адамдар, жұмысшыларды. Тікелей мәселе бар ма? Тікелей бар ма? Уақытысын нақты айтады, осы кезде келіңдер бүгін қабылдай алмаймын, мысалы. Бірақ қабылдайды. Бірақ меніңше ол үлкен нәтиже. Себебі егер адам өз ішіндегі ойын, ішіндегі сыртқа шығарып етпесе, ол бұл ертең шайнек шәугімдегі сияқты қайнап бүгін атылады. Ол жұмысшылардың мұң-мұқтажын тыңдау бір бөлек, оны шешу бір бөлек та. Ол жаңағы айтқандай қар шығару үшін де сол жерде ары қарай ол көрделеніп кетпеу мәселесінде оны шешу жұмысын атқару. Өйткені тыңдап жауапқа берсе, ол қайталана береді. Қазіргі енді өңірдегі болып жатқан сәттіліктерге қарағанда бұрынғыдай жауап қою емес, мәселелерді шешіліп, келесіде қайталанбау жағына істеліп жатқан жұмыстар аз емес. Біраз мәселе қаралып жатыр. Жаңалықтама қаралмай қалып жатқан мәселе жоқ. Жаңа келіп жатқан басшылардың көбі бұрынғы тектіктерді қайталамау үшін көп іс-әрекет істеліп жатыр. Оған қанағаттанарлықтай айтарлықтай мәселе өте көп жиналып қалған. Оны бір күнде шешу мүмкін емес. Бір жылда шешіп береді. Осы темппен жүре беретін болса, Алланың қалауымен бір-екі жылдан кейін стабилизацияға келіп болатындай бір. Маңғыстауда тағы бір дендропарк саламыз. Иншалла. Жақсы. Теңіз емес. Әрине. Жастар, үлкендер соның ішіне түсінеді оны. Көргенде отқан. Негізі сіз дұрыс айтып отырсыз. Бәріміз егер заңды дұрыс білетін болсақ, дұрыс қолданатын білсек, өмірде басқа болады. Оны жай айғаймен түк бітпейді ол. Заң дұрыс бір, екіншіден ол тәртіпке де келтіреді. Ертең осы саяси болған әлемде қазір не болып жатқан ол да бізге келмейді. Оны да біз ойлауымыз керек. Ол жерде тек бір жақты қарамау керек. Басшылар неге істемей жатыр, басшылар неге? Нәрсе өзімізге байланысты. Өзімізде отношение қалай болады, дәл солай ары қарай бәрі де болады. Біз өзіміз жағымыздан істеп жатқан ісімізге адал болатын болсақ, заң аясында жүретін болсақ, өзімізді тәртіпке бағынатын болсақ, бәрі де орын-орнымен келеді. Бұл тек бір жақты қарамау керек, ар жақ неге істемей жатыр. Біз өзіміз не істеп жатырмыз деген сұрақ қою керекпіз да. Осы елім, жерім дамуына да істеп жатқан ісімді қалай істеп жатырмын деген мәселе ғой. Сол өзімізді де ұмытпау керекпіз да. Өзімізді осыған себепшіміз, осыған жауаптымыз, осыған қатынасымыз бар екенін білу керекпіз да. Сол себептен ол екі жаста қарайтын болсақ, жұмысшы болсын, басшы болсын, ол уже позитивті жолмен жүреді деп айтқанда шынайы. Бұл үшін біреуден бірдеңе талап еткенде өзімізде сол жолдан қалай жүргенімізді қарап отырсақ, өзімізде таза болуымыз керек. Ниетіміз таза, ісіміз таза болу керек. Істеп жатқан ісімізге өзімізде отчет беріп отыру керек. Бәрі ойлайды, жол басшы бүйтіп жатыр, мен істеп жатырмын деп ешбір өзіне сұрақ қоятын болса, ол керемет болады шыны керек та. Екі жақты істеп, мен істегенім дұрыс, мен бәрін істеп жатырмын деп ойлайтын болса, содан кейін көреміз өзгеріс бола ма, болмай ма екенін. Сізге рахмет. Рахмет. Біздің әңгімемізді қалай жариялайтып отырмыз. Біреу түсінер, біреу түсінбес, біреу келсе, біреу келіспес дегенде, өзіміздің ойымыз болғаннан кейін. Қанша адам сонша пікір болады? Әрине, ол өзіміздің көзқарасымыз, әрбір адам өзінің құқығы бар, өз көзқарасына. Біз өз көзқарас біреуге навязывать етпейміз, шыны керек. Әркім өзі біледі, бірақ өзіміз осы мекеннің тұрғыны, жергілікті тұрғыны болғаннан кейін өзіміз көзқарасымыз бар. Сіз сұхбаттасып бір әңгімелесек дегеннен кейін бөлісіп жатқанымыз шыны керек. Енді көп мәселе бар талқылайтын, бәрін бір кішкентай неден істей алмаймыз. Енді қолымыздан келгенше өзіміздің ойымызды сізбен бөлісіп жатқан. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.